Түйе. Түйе жүк көлігі. Қазақтардың ғасырлар бойы жүгін көтерген мал түйе. Түйенің бір өркештісін нар, қос өркештісін айыр түйе. Солардың арасынан шыққан тұтас өркештісін қоспақ деп үшке бөледі. Оның ішінде ең төзімдісі әрі мықтысы жалғыз өркешті нар. Қазақтың нар жолында жүк қалмас деуі осыдан. Түйе жолға да, суға да шыдамды. Ол өте ащы өсімдіктермен қоректенеді. Оны қалай ашырқанбай жейтініне таңданасың. Қорегі осындай болған түйенің сүті де асыл. Түйе сүтін шұбат дейміз. Шұбат денсаулыққа пайдалы. Шұбат сүт тағамдарының ішінде қымыздан кейінгі бағалы сусын шұбат. Ол түйе сүтінен жасалынады. Шұбат та қымыз сияқты ашытылып, тері, ағаш, қыш ыдыстарға құйылып, сақталынады, пісіледі. Шұбат қымызға қарағанда дәмді, жұмсақ, майлы әрі қоюлау болады. Оның қуаты мен дарулық қасиеті қымыздан еш кем емес. Мынау түйе. Түйенің төлі бота. Ботадан тайлақ. Тайлақтан бауыршын. Одан бура өседі. Түйенің үлек, інген, нар, қоспақ деген түрлері болады.